Бәріңе сәлем. Бұл Лео фильм сарнасы. Бүгін мен 2009 жылы шыққан «Замурованные в стене» деп аталатын қорқынышты триллері туралы айтатын боламын. Фильм қабырға арасында қамалып қалған қыздың кадрынан басталады. Көп ұзамай оған жан-жағынан цемент құйыла бастайды. Ол бұл жерден шыға алмайды. Былайша айтқанда, қыз тірідей көмілді. 15 жылдан кейін жас инженер Сэм колледжді бітіреді. Оның әкесі үйлерді бұзу компаниясының иесі. Туған күн кешінде әкесі қызына сыйлық береді. Бір ғимараттың бұзылуын қадағалау бойынша жұмыс. Егер қыздың қолынан келсе, онда оның серіктесі болады. Ты будешь не моей работницей, а моим партнером. Оның алғашқы тапсырмасы шөл далада орналасқан үлкен ерекше сәулет құрылымы. Бұл Египет сәулет өнерімен әуестенген сәулетші Джозеф Малестразаның туындысы. Сэм Малестразаның ғимаратына келіп, қараушы Мэриді кездестіреді. Ол қызды өзінің ұлы Джиммимен таныстырады. Қонақ үй бұл жерден 70 километр жерде болғандықтан, Сэм Мэриге ғимараттағы пәтерлердің бірінде тұратынын айтады. Жігіт сөмкелерді пәтеріне апаруға көмектеседі және ережелерді түсіндіреді. Темекі шегуге, шатырға шығуға және 8-ші қабатқа көтерілуге болмайтынын айтады. Сэм орналасқан 208-ші бөлмеде бұрынғы тұрғындардың заттары қалып қойғанын байқайды. Ол тумбаның үстінен фильмнің басындағы осыдан 15 жыл бұрын қайтыс болған Джулидің суретін көреді. Ванна қабылдап жатқан кезде ол қыздың дауысын естиді. Саманта. Кейінірек ол Мэриді кездестіріп, одан ғимаратта әлі қанша адам тұратынын сұрайды. Только 4. Келесі күні Сэм ғимараттың құрылымын талдауға кіріседі. Ол осы ғимаратты жою үшін қанша жарылғыш зат қажет екендігі туралы акт жасауы керек. Сондай-ақ жарылыс үшін ең жақсы нүктелерді және жарылғыш заттың түрін анықтауы керек. Қыз бір қабырғаның құрылыс сызбасындағыдай тұрмағанын байқайды. Сэм жұмысын бітіріп, ережені бұзады. Ол 8-ші қабатқа, сосын шатырға көтеріліп, Джиммидің бөлмесіне тап болады. Онда ол күнделігінде Сэмді ұнатып қалғаны туралы жазған. Бірнеше сағаттан кейін Сэм дүкенге барып, көп қабатты ғимараттың тарихын білу үшін дүкеншіден компьютерін қолдануға сұрайды. 1993 жылы бірнеше адамдар хабарсыз жоқ болып кеткен. Олар ақыры табылған кезде бұл бір қорқынышты көрініс болды. 16 адам, ерлер, әйелдер және балалар ғимараттың шағын бөліктеріне қамап, кейін олар сұйық бетонмен толтырылған. Құрбандардың ішінде сәулетші Малестразаның өзі де болды. Ғимаратқа оралған Сэм ғимаратты жою үшін ең жақсы жарылыс нүктелерін белгілеуді жалғастырады. Кенеттен оған балта ұстаған адам жүгіріп келіп, қабырғаның бір бөлігін сындырады. Ол ғимараттың қирауына наразы. Для вас это работа, а для нас это жизнь. Шуға алаңдаған көрші шошынған Сэмді қонаққа шақырып, Малестраза туралы айтып береді. Түнде Джимми жасырын түрде Сэмді тыйым салынған 8-ші қабатқа алып барады. Жігіт бөлмеге кіріп, Малестразаның денесі табылған қабырғаны көрсетеді. Олар сәулетшіні тапқан кезде, оның бетін цемент айырып жіберген. Тану мүмкін емес еді. Оның кім екенін анықтау анасы Мэридің қолынан келді. Сонымен қатар, Джимми оған әкесі де құрбандардың бірі болғанын айтып, оның денесі табылған қабырғаны көрсетеді. Кенеттен жарық сөніп, қараңғыда үрейленген Сэм аяғын жарақаттап алады. Кейінірек Джимми оның жарасын тазалап, қыздың жамбасын сипалай бастайды. Жас жігіттің оны ұнататыны белгілі болды, және ол қызды өзіне қаратқысы келеді. Бірақ қыз оған доғаруын айтады. Джимми, что ты делаешь? Кешкісін Сэм айнаға қарап, оның қалай қатты дірілдеп тұрғанын көреді. Ол айнаны көтерген кезде тесіктен қан ағады. Кенеттен қыз қабырғаға тартылып, бөлменің ішіне қамалып қалады. Сәлден соң оның үстіне жан-жақтан цемент құйыла бастайды. Ол айқайлай бастағанда ұйқысынан атып тұрады. Бұл жай әшейін қорқынышты түс екен. Оның ұйқысы келмей, бөлмелерді аралауға шығады. Қыз қонақ бөлменің қабырғасынан қызыл крестті көреді, бірақ мұны ол жасамаған еді. Кенеттен оның алдынан гүл пайда болып, оны қорқытады. Бірақ бұл тосынсыз жасағысы келген оның жігіті Питер екен. Сэм Питерге Малестразаның бөлмесін көрсетеді. Олар 8-ші қабатта аралап жүріп, еденнен жасырын жолды табады. Қыз сатымен төмен түсіп, құпия бөлмені көреді. Бұл тар бөлме кез келген пәтерді жасырын түрде көруге мүмкіндік береді.
Сэм ванна қабылдаған кезде Джимми оны жасырын түрде бақылағанын түсініп, ол туралы анасына айтып береді. Сол күні кешке Питер Сэмге ертең бұл жерден кету керектігін айтады, және қыз келіседі. Питер мен Сэм сол түні бірге уақыттарын өткізгенде, Джимми оны қызғана бастайды. Келесі күні Сэм ғимараттан кету үшін заттарын жинай бастайды. Сондай-ақ ол бұл ғимаратты бұзу үшін қанша жарылғыш зат қажет екендігі туралы есебін аяқтайды. Қоштасар алдында Джимми тыңшылық жасағаны үшін кешірім сұрайды және сыйлығын ұсынады. Ол қызға ғимарат сәулетшісі Малестразаның журналының көшірмесін береді. Сэм күнделікті оқи отырып, ғимараттың ортасында үлкен ашық кеңістік болу керек екенін түсінеді. Джимми оны іздеуге аттанады, алайда қайтып келмейді. Сэм мен оның жігіті Джиммиді іздеуге шығады. Шатырда олар ғимараттың ортасында орналасқан туннелді көреді. Онда олар Джиммидің аяғын сындырып алып, көмек сұрап айқайлап жатқанын естиді. Сэм төменге өзі түсуді шешеді. Кенеттен біреу Питерге темір жебені атады. Питер құрбысының көзінше қаңсырап өледі. Қыздың аяғы арқаннан шығып, төменге құлайды. Кейінірек Сэм туннелдің түбінде есін жияды. Бір қызығы, Сэм бұл жерде жалғыз емес. Одан бөлек тағы бір жұмбақ адам бар. Бұл жұмбақ адам қабырғаға тірідей көмілген деп ойлаған сәулетші Малестразаның өзі болып шығады. Осы уақытқа дейін ол осында қамауда болған екен. Көп ұзамай Джимми оған жоғарыдан хат тастайды. Хатта Джимми оны жақсы көруді үйренгенше қызды қамауда ұстайтыны айтылған. Содан кейін Джимми қыздың ғимаратты бұзу туралы есебін әкесіне жібереді және оның көлігін көлге батырып жібереді. Малестраза Сэмге қорқынышты шындықты ашады. Ол қабырғаға көмілген 16 адамның өліміне себепкер болғанын айтады. Малестраза ежелгі Мысыр сәулет өнерінің ұзақ өмір сүруінің құпиясы құрылыс кезінде олардың тірі құрбандарды қабырға ішінде жерлеуінде деп санайды. Бұл туралы Сэм әйелдің бөлмесінен алған бір кітапта оқыған болатын. Ол ғимараттарының мәңгі өмір сүруін қалады, сондықтан қабырғаларында адамдарды тірідей көмді. Құрбандардың ішінде Мэридің күйеуі болғанын айтады. Осылайша Мэри кек алу үшін Малестразаны қалған күндерін осы туннелде тұтқын ретінде ұстауды шешкен. Сонымен қатар Мэри басқа бір құрбанның денесін Малестразаның денесі деп анықтап, барлығын алдаған. Барлығы бұл өтірікке сеніп, Малестразаны өлді деп ойлайды. Сол түні Мэри шатырға шығады. Қыз Мэридің дауысын естіп, көмек сұрап айғайлайды. Мэри Сэмді туннелде сәулетшімен бірге көргеніне қатты таңғалады. Ол Джиммиге ашуланып, бұл жер тек Малестразаға арналғанын айтады. Әйел енді Сэмнің тұтқынмен бірге шұңқырда қалу керектігін түсінеді. Әйтпесе, қыз бұл оқиға туралы полицияға хабарлайды. Тұрғындар көшіп, түстен кейін Сэмнің әкесі және оның командасы келеді. Олар жарылғыш заттарды қоя бастайды. Қыз оны босатып, жарылыстан құтқарады деген үмітпен Джиммиге оны жақсы көретінін айтады. Алайда оның талпыныстары сәтсіз аяқталады. Малестраза бұл уақытта өзі жобалаған қабырды қазады. Сәулетші егер тағы бір адам тіріде жерленетін болса, ғимарат жойылмайды деп ойлайды. Ол осы ғимаратты сақтап қалу үшін өзін құрбан етуді шешіп, Сэмнен оны өлтіруді сұрайды. Қыз басында келіспейді. Ақыр соңында қыз оны өлтіреді. Малестраза қабіріне құлап, қабір цементке тола бастайды. Спасибо, Саманта. Бұл уақытта сыртта команда ғимаратты бұзуға дайындалады. Кері санақ басталғанда, Джимми кенеттен өз ойын өзгертеді. Ол Сэмнің атын атап, ғимаратқа қарай жүгіреді. Оның үреленген әкесі кері санақты тоқтатуды бұйырады. Олар шатырға көтеріліп, қыздың әкесі не болып жатқанын сұрайды. Кенеттен Джимми төменге қарай секіріп, Сэмнің қасына құлап, қайтыс болады. Қызды шұңқырдан шығарып, жедел жәрдем көлігіне отырғызады. Мэри қылмыс жасағаны үшін қамауға алынады. Фильмнің соңында Сэм Малестразаның 27 ғимарат салғанын және олардың бәрі әлі де сақталып тұрғанын айтады. Ол бұл көп қабатты үйді өзінің шедеврі деп санады және оның бұзылғанын қаламады. Ол тіпті ғимаратта сақтап қалу үшін өзін құрбан етті. Достар, видеоны қарағандарың үшін үлкен рахмет. Бұл фильм туралы ойларыңызды комментарийге жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.